Сәлем достар, бүгін мен сіздерге Қызылорда облысында Жақсықылыш кентінде орналасқан отандық өндірістік компаниясы Аралтұзға қалай барып келгенім туралы айтқым келіп тұр. Мен осы тұзды өндірудің барлық кезеңдерін көрдім. Тұз өндіру жеріне бардым, оның қалай өңделіп, вагондарға қалай жүктелетінін көрдім. Тұздың сапасын, құрамын тексеретін зертханаға бардым. Осы зертханада мен кейбір қаптарда кездесетін тұнба туралы сұрадым. Маған ол табиғи тұнба, табиғи минерал екенін түсіндіріп көрсетті, және оның барлық қажетті стандарттарға сай екендігін айтып берді. Сондай-ақ мен цехтарға бардым. Ол жерде қаптама басылады, тұз өңделіп қаптарға салынады. Мен әртүрлі адамдармен, Аралтұз қызметкерлерімен сөйлестім. Барлығы маған процестің өте түсінікті екендігін көрсетті. Тұз өңделеді, тазартылады, тексеріледі және қапталады. Технология Кеңес одағы заманынан бері өзгертілмеген екен. Мен осында болғаныма өте қуаныштымын. Осы жерде жұмыс істейтін жергілікті тұрғындарды кездестірдім. 5000-ға жуық адам тұрады. Тұрғындардың ширегі Аралтұзда жұмыс істейді. Сондықтан интернетте таралып жатқан қытайлықтар тұнба жайлы жалған ақпараттарға сенбес бұрын, оны басқа адамдарға таратпас бұрын, Аралтұзда қызмет етіп жатқан қарапайым халыққа зардап тигізетіндеріңізді еске сақтап отырыңыз. Бұл сапар мен үшін өте пайдалы әрі қызықты болды. Барлықтарыңызға рахмет, сіздермен бірге болған Дания.